Сәлем достар, мен бүгін сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан өте дамды карамель қосылған чизкейктің жасалу жолын көрсетемін. Ол үшін ең алдымен қалаған печеньемізді алып үгітіп аламыз. Сосын оған ерітілген сармаймызды қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Дәл видеодағыдай етіп. Енді формамыздың ішіне қағазды салып, оның үстінен печеньені салып, стаканмен әдемілеп жайып шығасыздар. Дәл видеодағыдай етіп. Енді бұны бір шетке алып қойып, миксердің ыдысына творожный сыр, қант, жұмыртқа, лимон согын және де крахмалды салып, бұны да миксермен бір келкі болғанша миксерлеп жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстінен сливкиімізді құйып, лопатамен енді араластырамыз. Миксермен араластырмайсыздар, лопатамен араластырасыздар. Енді жақсылап араластырып болғаннан кейін осыны печеньеміздің үстінен құямыз. Енді видеодағыдай етіп, бір-екі рет осылай столға ұрып аласыздар, сол кезде ауасын шығарасыздар. Ауасын шығарып болғаннан кейін енді сыртынан фольгамен жақсылап орап, пештің ыдысына салып, жанынан қайнаған су құясыздар. Прям қайнап тұрған ыстық су құюыңыз керек. Сол кезде сіздерде чизкейктің беті жарылып кетпейді. Енді 110 градуста 1,5 сағат пісіріп аласыздар. Пісіріп алғаннан кейін кішкене суытып, одан кейін пищевой пленкамен орап, холодильникке бір күнге салып қоясыздар. Одан кейін формадан алып, тақтайшамызға қойып, кесіп аламыз. Формадан шығару өте оңай, қорықпай шығарсаңыздар болады. Осындай кесіп алғаннан кейін барып, шпажкамызды осылай тығып шығамыз. Шпажканың барлығында тығып болғаннан кейін карамелімізді саламыз. Бұл карамельдің жасалу жолын видеосын мен сіздерге сілтемесін қалдырып қоямын. Сол тура солай жасасаңыздар болады. Өте әдемі созылмалы карамель болып шығады. Енді осы чизкейкімізді морозилкаға салып қоямыз. Кішкене қатаю керек. Одан кейін шоколадпен қаптайтын боламыз. Шоколадтың жасалу жолы: қайнап тұрған судың үстінен міне какао масло саламыз. Бұл қазір аппақ болып тұрған ақ шоколад емес. Кондитерлік магазиннен какао масло деп сұрап аласыздар. Ең алдымен осылай какао маслоны ерітіп аламыз, тура видеодағыдай етіп. Какао маслоны салу себебі сіздерде холодильникте чизкейктеріңіз тұрған кезде шоколадтарыңыздың сырты буланып кетпес үшін, өте әдемі, қолға да жабыспай қатайып тұру үшін. Сол үшін міндетті түрде какао масло қосуларыңыз керек. Енді какао масломыз еріп болғаннан кейін үстінен шоколадымызды құямыз. То есть саламыз. Салып болғаннан кейін енді осы ерігенше жақсылап араластырамыз осы ыстық будың үстінде. Шоколадымыз енді бір келкі болып араласқаннан кейін ыстық будың үстінен аламыз. Қыздар, енді қараңыздар, бұл жерде әркім шоколадты әртүрлі темперировать етеді. Мен өзімнің способымды көрсетемін қазір сіздерге. Дәл осылай араластырып алғаннан кейін бұны тоңазытқышқа, морозилкаға салып қоямыз. Морозилкаға мен 2 минутқа саламын. 2 минуттан кейін алып, жақсылап араластырамын. Одан кейін араластырып болғаннан кейін қайтадан морозильникке 2 минутқа салып қоямын. Одан кейін араластырамын. Осы уақытта мен чизкейктерім де қатайып тұрады. Міне осылай морозилкадан алып, жақсылап араластырасыздар. Одан кейін температурасын көресіздер. Егер де температурасы 36 градусқа дейін түскен болса, ары қарай морозилкаға салмайсыздар. Енді бір ыдысқа құйып алып, чизкейктеріңізді салып аласыздар. Егер де температурасы 36 градусқа дейін түспеген болса, қайтадан морозилкаға 2 минутқа салып аласыздар. Міне менде 36 градусқа дейін түсті. Енді бұны стаканға құйып алып, чизкейктерімді соның ішіне салып аламын. Чизкейкті көп ыстап тұрмау керек, шоколад көп қалың болып кетеді. Салдыңызда сразу алуыңыз керек, сол кезде шоколад жұқа болады. Енді қыздар, осыны үсті батырып алғаннан кейін жақсылап сілкілейміз. Шоколадтардың бәрі толық түсу керек, ато қалың болып кетеді чизкейктеріңіз. Сосын енді бұны пергамент қағаздың үстіне қоямыз.
мен пергаменттің үстіне қоюдан алдын тақтайшаны көрдіңіздер ме? Тақтайшаның үстінде пергамент қағаз тұр. Тақтайшаны мен міндетті түрде бірінші холодильникке 5-10 минутқа салып аламын. Салқын болып тұрса шоколадтарыңыз жабыспай әдемі болып түседі. Одан кейін кондуриннің үстінен спирт немесе кәдімгі масло, тамақ істейтін масло бар ғой, сондай құйып шашыратып жақып шықсаңыздар болады. Мына карамель де өте дәмді болып созылады. Міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар.